Біздің Мәмбетов атындағы драма және комедия театры, жас театр. Біз 3 жылдығымызды ғана атап өттік, мінекей 4-ші маусымызда аштық. Абайдың 175 жылдығына арналған осы Абай қойылымын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Жұманиязов ағамыз осы қойылымды қойды. Бұл жас Абай қойылымында біз Абайдың Абай болуын, үлкен қадамдарды қалай жасағанын, үлкен ойларға қалай келгенін, бала Абайдан үлкен Абайға өтуін, сол өмір жолын алған болатынбыз. Мен осы қойылымда Абайдың анасын, Олжанды сомдаймын. Жас Абай қойылымы жайылымда маған Абай атамыздың жас кезін ойнау бұйырыпты. Философия жағынан Абай атамыздың өлеңдерін өзі көбісі біледі, қандай қара сөздерінің өзі қандай мағына жатқан астарын түсіну өте қиын болды. Мен үшін мәртебе Абай атамыздың жас кезін ойнау, мен үшін бұл өзім үшін бір жеңіс деп есептеймін.